Шымкентте тұрғын үй қорына баса назар аударылуда. Оған қоса тұрғын үй секторын жаңарту бағдарламаларда іске асырылуда. Соның бірі 3-ші мегаполистегі тұрғын үй қорын реновациялау бағдарламасы. Ол қаладағы апатты үйлер санын азайту, көп қабатты үйлер аумақтарын дамыту және абаттандыруға бағытталған. Реновация аясында апатты және ескі үйлер бұзылады. Ондағы тұрғындарды басқа жаққа көшіру арқылы ескі орамдар қайта жаңғырылады. Осыған дейін өзіңіз білесіз, нұрлы көш бағдарламасы болған, нұрлы жер бағдарламасы болған. Осы нұрлы жер бағдарламасы аясында осыған дейін егер біздің ауламызда 672 көп қабаттың осыған дейін, яғни 20-шы жылға дейін 56-сы күрделі жөндеуден өткізілген болса, тек қана бір жылдың өзінде биыл осы бағдарлама аясында біз 27 үйді күрделі жөндеуден өткіздік. Яғни қазіргі таңда халықтың тарапынан қызығушылық бар. Бұл қайтарымды негізде жасалынатын дүние. Қазіргі таңда келесі жылға бізде 44 үй бірінші және екінші қаттамасын дайындап қойды. Яғни 44 үй бізде келесі жыл кезекке тұр. Яғни осы бағдарлама аясында оларда күрделі жөндеуден өткіздік. Өздеріңізге белгілі, жалпы Әл-Фараби ауданында егер 672 көп қабатты тұрғын үй болатын болса, оның 40%-ға жуығы бұл ескі үйлер, яғни ең бірінші салынған үйлер 1939 жылы салынған. Сондықтан да қазіргі таңда ең бірінші осы бізге нұрлы жер және нұрлы жер бағдарламасы өте керек. Сондықтан осымен де жұмыс атқарудамыз. Екінші, қазіргі таңда реновация бағдарламасы жүзеге асырылуға дайын. Оған халықпен түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Бұл негізінен ескі екі қабатты үйлердің орнына жаңа үйлер салу жоспарлануда. Яғни бұл ең бірінші біздің ауданда жүзеге асырылады деп күтуде. Бұл немен сұрақ бойынша біз тұрғын үй басқармасымен қазір бірлесіп тиісті жұмыстарды атқарудамыз. Демек сол екі қабатты үйлерде тұратын адамдар осы көп қабатқа көшеді? Міндетті түрде жаңадан олардың өздерінің жаңа біріншіден үй салынып болғанша басқа үйлерге көшіріледі. Олардың жоқ, біз сол жерге тұрамыз десе, кейін үй салынып болғасын. Яғни мысалы айтайық, екі қабатты үйдің орнына 9 қабатты үй салынатын болса, ертең салынып болғасын кейін ол кісілерге тура сол өзінікіндей, яғни сол квадраттағы үй беріледі. Ал уақытша үй салынып болғанша оларға басқа мемлекеттің тарапынан басқа үйлер беріледі. Сонымен қоса жергілікті билік халықпен кері байланыс орнатуды жүйеге қойған. Биылғы пандемияға байланысты туындаған төтенше жағдай және карантин кезінде тұрғындармен әлеуметтік желі арқылы сұрақ жауап алмасып онлайн қабылдауда. Осылайша барлық сақтық шаралары қолға алынған. Естеріңізде болса, біздің мемлекет басшымыз кері байланысты күшейтуге тапсырма берді, естуші мемлекеттер. Осыған орай жалпы мен өзімнің Instagram парақшам бар ашылған. Facebook парақшада тіркелгенмін. Одан бөлек Әл-Фараби ауданының арнайы аппараттың сайты бар. Одан бөлек жаңағы Instagram парақшада тіркелген, Facebook парақшасында да тіркелген. Ол бірінші мәселе. Екінші мәселе, аптасына мен 3 рет тікелей эфирге шығам, яғни дүйсенбі, сәрсенбі және жұма күндері сағат 17:00-де. Яғни Instagram парақшасында тікелей эфирге шығып, тұрғындардың өзекті сұрақтарына немесе жалпы тұрғындардың сұрақтарына, ұсыныстарына, өтініштеріне жауап беремін. Ал енді одан бөлек сенбі, жексенбі күні арнайы жоспар құрам. Сол жоспарға сәйкес мен шығып тұрғындармен кездесем. Яғни сол Instagram парақшасында немесе жалпы әлеуметтік желілерде көтерілген мәселелер бойынша мен тұрғындармен кездесіп, нақты шешілетін мәселе шешіледі, шешілмейтін мәселелер болса басқармалармен бірлесіп тиісті шара жоспарын түзіп, оны ары қарай орындауға жұмыс жасаймыз. Жалпы осыған дейін біз статистикалық мәліметті шығардық. Осы 9 айдың көлемінде мен сізге айтып өтейін, қазіргі таңда бізге осы әлеуметтік желілерден 786 сұрақ келіп түскен, оның 472-сі толығымен орындалған, 236-сына бойынша түсіндірме жұмыстары жүргізілген, ал енді 78-і тиісті құзырлы мекемелерге жолданған. Олардың барлығы қазір орындалу барысында. Яғни бұл әлеуметтік желіден келген сұрақтар болсын, немесе осы қабылдау барысында келген сұрақтар болсын, немесе мен тұрғындармен кездескен мәселеде көтерілген сұрақтар болсын, міндетті түрде оған арнайы тіркеледі, шара жоспарына енгізіледі. Айына бір рет оны біз қорытындылап отырамыз. Яғни осыншама айына түсті, айтайық, мынау 90 сұрақ түсті, 90 сұрақтың осыншама 80-і шешілді, оны бойынша осындай жұмыстар атқарылды деген сияқты есеп жасап отырамыз.
Шағын және орта кәсіпкерлік Шымкенттің Әл-Фараби ауданындағы ауқымды саланың бірі. Жұмыс істеп тұрған кәсіпкерлерге қолдау көрсетілуде. Соның бір мысалы жаңа кәсіпкерлік нысандарын ашуға жағдай жасау. Нақты айтқанда жыл басынан бері аудан аумағында 24 ірі кәсіпкерлік нысанның құрылысы басталып, соның 13-і іске қосылды. Қалғанының құрылысы жалғасуда. Кәсіпкерлер тарапынан жалпы сомасы 4 миллиард теңге инвестиция құйылып, 548 адам құрылысқа және тұрақты жұмысқа орналасты.